Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін біз сіздермен Роза Мұқанованың шығармашылығы және мәңгілік бала бейне әңгімесімен танысамыз. Сонымен қатар осы шығарманың сюжеттік желілерін талдайтын боламыз. О жарғай, мүсіркеме сен мені. Мен күнәсіз қыз боламын. Сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Бірақ мынау тіршілік дүниесінен безінген жұдырықтай жүрегім кек пен қасіретке толы. Мен өзіме адам сияқтымын. Басқаларға адам емес, адам пейілін тәубаға түсіретін мүгедекпін. Қарауылдың адамдары мені көрген сайын, мұны Алла тағала адамдар тәубасына кесін, қол-аяғының саулығына, 12 мүшесінің дін амандығына шүкір етсін деп жаратқан дейді. Солай ма, жарғай? Мен саған ғана, сенің өзіңе ғана сенемін. Тым болмағанда үмітімді сен ақтарсың. Сонда бұл жұрт нені айтады? Мен кіммін осы? Шынымен ақ мәңгілік өспей қалған бала кейіп пе? Құрметті оқушы, бұл Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейне әңгімесінің кейіпкері Семей полигонынан зардап шеккен қыз Ләйланың монологы. Ләйла шын өмірде болған адам, оның прототипі Еңлік атты Семей қаласының тұрғыны. Осы монологтан кейін бірнеше сұрақтар туындайды. Кішкене қыздың тағдыры арқылы үлкен адамзаттық мәселені көтерген шығарманың негізгі идеясы қандай? Қыздың шарасыз күйіне, қадал тағдырына кінәліні қайдан іздейміз? Ләйланың адамдармен түсінісе алмай, табиғатпен тілдесуінің сыры неде деп ойлаймыз? Неліктен Айды адам жанын түсінетін сырлас етті? Міне осы сұрақтарды сіздермен бірге талдап көрейік. Ең бірінші болған, осы қыздың мүгедек болуына себепші болған Семей полигонын талдайтын болады. Семей полигоны КСРО ядролық сынақ полигондарының бірі, аса маңызды стратегиялық объектісі болды. КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. Бастапқысында адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Сосын оларды жер астына жасай бастады. Атом бомбаларының жарылыстары сұмдық ауыр болды. Семей маңындағы радиациялық әсер аймағында тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан азап шекті. Семей ядролық полигонындағы сынақтардың жалпы саны 456 ядролық және термоядролық жарылысты құрады. Олардың 116-сы ашық болды, яғни жер бетінде немесе әуе кеңістігінде жасалды. Семей полигонда әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 мың есе көп болды. 1949 жылы 29 тамызда Абай және Абыралы аудандарында халыққа алдын ала ескертілместен қуаттылығы 30 килотонна болатын бірінші жарылыс жасалды. Міне құрметті оқушы, Абай мен шәкәрімді дүниеге әкелген Семей жерінде 1949 жылдан бастап сынақ алаңы болды. Қуанышқа орай сынақ полигоны бүгінде жабылған. Ләйланың адамдармен түсінісе алмай, табиғатпен тілдесуінің сыры неде деп ойлайсыздар? Неліктен Айды адам жанын түсінетін сырлас етті? Осы себептерді талдап көрейік. Ләйла үй ішіндегі өзіне тосырая қарайтын, ішіп-жеп қадалатын көздерді көргісі келмегендіктен Айды сырлас еткен болады. Жоқ, терең сайда отыратынымды ешкімге, ешбір жанға айтпаймын. Мен Аймен кездесуге, сонымен сырласуға барамын. Жарғайдан басқа жанымды түсінер жан таппаған соң терең сайға жүгіремін дейді. Басты кейіпкер Ләйла. Қолы мен аяғына әлдекімнің көзі түсе қалса, қужаны қояр жер таба алмай намыстанып есі шығатын. Мынау шамадан тыс үлкейіп бара жатқан, егде қолдарымен жетілмей қалған аяғына ешкімнің көзі түспес екен, байқамас екен деп зар қағатын. Міне осындай себептер Ләйланың Аймен сырлас болуына әкелді.
Кішкене қыздың тағдыры арқылы үлкен адамзаттық мәселені көтерген шығарманың негізгі идеясы қандай? Жазушы экологиялық тақырыптағы осы әңгімесінде рухани психологиялық мәселелерді қозғап, сырты бүтін, жаны мүгедек адамдардың кемшіліктерін әшкерелеп, адамгершілікті жоғалтқан қоғамнан жарқын болашаққа үміт күтудің мәнсіз екенін айтқысы келеді. Шығарма оқиғалардың тізбегі 20 ғасырдың соңындағы 90 жылдардағы қазақ елінің саяси әлеуметтік жағдайын шынайы суреттейді. Өткен ғасырдың 90 жылдары депутаттыққа үміткер азаматтар мен азаматшалар соңынан шашбауын көтеріп, сөзін сөйлер нөкерлері мен сал-сері артистерді ертіп ауыл аймақты аралауды дәстүрге айналдырған белгілі. Осындай бір топ қарауылға да келіп жетеді. Қайтсе де көп дауыс алуды көздеген топ жергілікті халықтың қайғы-мұңын өз мүдделеріне пайдаланбақшы болады. Осы мақсатта Ләйләні бетке ұстап, митинг өткізуді бұлар үгіт-насихаттың таптырмас әдісі деп табады. Мұндай қорлыққа шыдамаған Ләйлә жан күйзесінен көз жұмады. Осындай керемет шығарманың авторы Роза Мұқанова 1991 жылды тәуелсіздіктен бері қарай қазақ әңгімелерінің көркемдік деңгейін көтергендердің бірі. Роза Мұқанованың Құбыжық, Қаралы төбе, Өзің, Тұтқын, Композитор, Мұқағали, Мәңгілік бала бейне, Қаралы төбе деген әңгімелері қазақ әдебиетіндегі жаңашылдықтың бір көрінісі деуге болады. Құрметті оқушы, бүгін сіздермен біз осы Роза Мұқанованың шығармашылығымен әңгімесімен таныстық. Енді сіздерге тапсырма. Осы шығарманың композициялық құрылымына талдау жасау. Ол үшін әңгімені толық оқып шығасыз. Әңгіменің композициялық құрылымына, яғни оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімін талдап жасайсыз. Сабақ бүгін түсінікті болды деп ойлаймын. Сізге сәттілік тілеймін.